Сот орындаушыларға алданып қалмаңыздар. Яғни үйді алып берем деп, алдап, қарызын төлеттіріп алуы мүмкін сот орындаушы. Қазіргі таңда маған 5-6 телефон шалады адам. Жаңағындай күніне. Маған акиматтан звондады, болмаса министрліктен звондады, бізге үй шығып тұр екен, үйдің кезегі жылжыды екен, бірақ үйді алу үшін тыйымды алып тастау керек. Сот орындаушы қойған тыйымды. Ал тыйымды алу үшін банктың, болмаса микрокредиттік ұйымның алдында қарызды жабу керек деп телефонмен шалады екен. Содан кейін жаңағы адам үй алуға үміттеніп, кезегі жақындағанына қуанып, микрокредиттің, болмаса банктың алдындағы қарызын барып жауып тастайды. Миллиондап жауып жатқан адамдар бар екен. Қарызы жауып болғаннан кейін бағанағы телефон шалған адамға барса, телефон өшік тұрады, болмаса звондаса басқа бір адам алып, ондай адам бізде жұмыс істемейді. Біз сот орындаушылармыз, болмаса сот орындаушының көмекшіміз, болмаса коллекторлық ұйым деп айтады. Осылайынан жаңа коллекторлық ұйымдар, болмаса сот орындаушылары өзінің қарыздар борышкерлеріне, қарыз адамдарға звондап, қарызды өтеттіріп жатқан жайттар бар. Сондықтан алданып қалмаңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Айтпақшы, сіздердің комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан астына сұрақтарыңызды, комментарийларыңызды күтемін. Подписка басып, лайк басып отырыңыздар. Қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңызды сұраймын.